Ертеректе бір мақтаншақ, дүмшелеу бір жас жігіт тақуа кісінің артынан үнемі түрлі әңгіме айтып жүреді екен. Ел екеуінің кездесіп бір айтысқанын күтіп жүреді. Не керек бір жиын болып, екеуі бір-біріне қарама-қарсы отырып қалады. Сол кезде тақуа кісі әлгі мақтаншаққа қарап бір саусағын көрсетті. Ал мақтаншақ екі саусағын көрсетеді. Тақуа кісі 5 саусағын көрсетеді. Әлгі мақтаншақ жұдырығын көрсетеді. Не керек, әңгіме тамам, жиын тарқасады. Бұлай шыққаннан кейін тақуа кісінің жанындағылар екеуінің сөзін ұқпағанын айтып, не сөйлескендерін сұрайды. Сонда әлгі тақуа кісі, мен одан бір Аллаңды танып білесің ба деп сұраған едім. Пайғамбарым Мұхаммед екенін қоса білем деп жауап берді. Мен одан 5 уақыт намазың түгел ме деген едім. 5 уақыт намазыма тастай берікпін деп айтты. Онда таласатын несі бар деп мен әңгімемді бітірдім деген екен. Ал әлгі мақтаншақтан жанындағылар сұраған кезде, ол менен тақуа кісі бір көзіңді шұқып алайын ба деп еді, мен оған 2 көзіңді қоса шұқып алам деп айтты. Шапалақпен періп қалайын ба деген еді, мен оған жұдырықпен төбеңнен қойып қалам дедім. Ол сонымен өшті деген екен. Негізі жақсы ойлағанға неше етсін. Жақсы ой демекші, бір 3 кісі жолдың бойымен келе жатса, жолдың шетінде бір шұңқыр қазып атқан кісіні көреді. Үшеуінің алғашқысы тұрып, бұл дәуде болса біреуді өлтіріп қойып, соны көму үшін жер қазып атқан болуы мүмкін дейді. Екіншісі тұрып, жоқ, ол бір қазына тауып алып, соны тығып қойайын деп жатқан болар дейді. Ал үшіншісі болса, олай демеңіздер. Ол өткен кеткендер шөлдеген болса, осы құдықтан су ішіп жүрсін деп құдық қазып жатқан болар дейді. Негізі жақсы ойлағанға не жетсін. Мен сіздер жайлы үнемі жақсы пікірдемін. Сіздер де мен жайлы жақсы пікірде деп ойлаймын. Пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Аман болыңыздар. Келесі жүздескенше.